Ассалаумағалейкум алашилі, қайырлы күн Қазақстан. Өздеріңізбен бірге тікелей эфирде жаңа толқын ақпараттық сауықтық бағдарламасы. Сәлем қымбатты көрермен, бүгін 9 қаңтар. Енді осы бүгінгі жаңа толқын бағдарламасы арқылы елімізде болып жатқан небір қызықты жаңалықтарды жеткізіп, ерекше сюжеттер мен пайдалы ақпараттарды ұсынатын боламыз. Сондай-ақ бүгінгі эфир тізгінінде мен Нұрсұлтан Нәрзілда және менің әріптесім Қарлығаш Әзіретберген. Нұрсұлтан, үлкен рахмет. Енді қымбатты көрермен, экраннан алыстамаңыздар дегіміз келеді. Алдыменен бүгінгі көрермендерге көрер қызықтарды сіздерге ұсынатын боламыз. Біздің шығармашылық жұмыселерген пайдалы ақпарат, танымды дүниелерді бізбен бірге тамашалауға шақырамыз. Қымбатты көрермен, жалпы әр бағдарлама сайын сіздерге әртүрлі бағыттағы қызықты бағдарлама ұсыну, жалпы әртүрлі ақпарат ұсыну біздің басты мақсатымыз. Ендеше жақынырақ экранға жайғасыңыздар, себебі бүгінгі күні сіздерге ұсынатын қызық деректер бізде өте көп. Енді жалпы бүгінгі хабарымызда айтылатын ең негізгі мәселелермен жалпы бір шолып өтейік. Жалпы бүгінгі хабарымызда ескі әндерді кавер арқылы жаңғыртып жатқан ерекше талант иелері жайында да сіздерге арнайы ақпарат ұсынамыз. Сондай-ақ дәл осы хиттерге жалпы дәл осындай жаңаша бағытта жан бітірген жас орындаушылар жайында ақпарат ұсынамыз. Сонымен қатар дәл осы сұрақтарға да жауап беретін сюжетті де сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты көрермен, сондай-ақ болашақты бүгінге айналдырып жатқан жасанды интеллектінің мүмкіндіктеріне де тоқталамыз. Сондықтан эфирден алыстамаңыздар. Сондай-ақ дәл бүгінгі күн сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін қарапайым әрі қызықты тәсілдермен бөлісеміз. Жалпы әзірге әріптесім Қарлығаш сауал жолдаса, мен жалпы Қарлығаш, сен өзіңді қуанту үшін алдымен ең оңай қандай әдіс бар? Сені қуантатын? Енді мен кейде сүйікті әнімді қосып біраз билеп аламын, немесе енді қосыла шырқаймын. Дәл осы нәрселер менің көңіл күйімді бірден көтереді. Ән тыңдағанның өзі енді позитивті эмоция сыйлайды ғой. Енді осы сауалды өзіңе де жолдайыншы. Негізі шынымен де музыканың кейде біздің жанымызға ерекше әсер ететіндігі, немесе біздің еркімізден әсер ететіндігі бұл әрине ғылым жүзінде дәлелденген дүние. Мен де осылай негізі көңіл күйімді көтеру үшін кейде рухты, көңілді, ырғақты әндер тыңдағанды жақсы көремін. Түсінікті. Ал енді көрермендерге де бүгінгі күн сауалын жолдайық. Қымбатты көрермен, өзіңізді қуанту үшін не істейсіз? Музыка тыңдайсыз ба, спортпен айналысасыз ба, әлде өзіңізді басқа әдістеріңіз бар ма? Міндетті түрде осы төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып, бізбен тікелей байланысқа шығып, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Осы орайда бір қызықты дерекпен бөлісе кетейін. Жалпы зерттеулер бойынша күніне 15 минут өзіңізге ұнайтын нәрсеге уақыт бөлу стресс деңгейін төмендетеді екен, сондай-ақ энергияңызды арттырады. Шынымен де сонымен көңіл күйді көтерудің тәсілі өте көп. Қымбатты көрермен, сіз үшін ең тиімдісі қайсы? Тікелей эфирге хабарласып, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Және бүгінгі күн сауалын тағы да бір мәрте естеріңізге саламыз. Өзіңізді қуанту үшін не істейсіз? Мінеке, қымбатты көрермен, жігіттер жыры атаңызға айналған дәл осы бір ерекше әнді нақышына келтіріп және өзгеше өң берген. Бұл әрине Дастан Оразбектің орындауындағы ерекше ән. Дегенмен бұл әнге де өзгешелікті жасап тұрған, ол әрине жасанды интеллекттің ерекше бір әсері бар екені баршамызға аян. Шынымен де дәл қазіргі уақытта жасанды интеллект арқылы әнге сөз де, музыкада жазып жүрген жандарымыз өте көп екен. Сонымен қатар енді жасанды интеллектіні пайдалануға қарсы жандарымыз да баршылық. Өйткені өздеріңіз білетіндей, бұрындары тек фантастикада көретін дүниелер қазір біздің күнделікті өмірімізге етене еніп кеткені жасырын емес. Өйткені бүгінгі эфирімізде дәл осы жасанды интеллект мүмкіндіктеріне тоқтала кетеміз. Енді Қарлығаш, осыдан 10 жыл бұрын мұндай технология күнделікті өміріңе еніп кетеді деп ойладың ба? Шынымды айтсам, жоқ. Енді ол кезде жасанды интеллектіні біз тек қана фильмдер мен кітаптарда ғана көрдік, кездестірдік. Ал қазір телефондағы дауыстық көмекші, әлеуметтік желідегі ұсыныстар, онлайн аударма бәрі жасанды интеллектке сүйеніп жұмыс істеп тұр, және өмірімізге тереңнен еніп кетті. Сонымен қатар байқаймын, айналамдағы жандарда, таныстарымда сұрағына жауап таппай жатса, мен қазір осы ChatGPT-ден сұрап көрейінші, ол не деп айтады екен деп, бірден ChatGPT-ден өзінің сауалына сұрақ іздеп бастап кетеді. Соны байқадым. Шынымен де өйткені қазір жасанды интеллект жаңалық
жазады, керек десеңіз ән шығарады, бейне монтаждайды, тіпті дәрігерлерге диагноз қоюға көмектесіп жатыр екен. Тіпті кей елдерде жасанды интеллект арқылы ісіктің ерте сатысын анықтау қалыпты тәжірибеге айналған деген жаңалықтар да бар. Енді жасанды интеллекттің жағымды тұстары да бар екен осындай. Шынымен де тағы да бір енді қызығы әлемде жеке жасанды интеллект көмекшілері трендке айналып келеді дейді. Олар адамның жұмыс кестесін жоспарлап, хаттарға жауап беріп, тіпті презентация дайындап бере алады екен. Былайша айтқанда жасанды интеллект қазіргі уақытта адамдардың ассистенті болып жатыр. Сондай-ақ енді жасанды интеллекттің біздің саламызға да еніп жатқаны жасырын емес. Оған арнамыздағы Күншуақ табиғат қызы дәлел, біздің телеарнаның ауа райы жүргізушісі, бірақ әрине жасанды интеллект арқылы дайындалған жүргізуші. Сондай-ақ кейбір елдерде жасанды интеллект жүргізетін радио бағдарламалар да пайда болыпты. Шынымен де осы радио бағдарламалардың пайда болғанын мен осы жақын арада естіген болатын. Дәл қазіргі уақытта енді көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдардың бірі ол әрине жасанды интеллект адамды алмастырады ма деген. Өте орынды сұрақ, себебі жасанды интеллект адам сияқты ойлай алмайды, бірақ ол үлкен деректерді талдап, заңдылықтарды анықтай алады, яғни үйренеді, салыстырады, болжам жасайды. Сондықтан оны тек ақылды көмекші есебіне қарастыруға болады. Енді қорыта айтқан кезде жасанды интеллект қауіпті емес, керісінше дұрыс қолдана білсек үлкен мүмкіндік. Қымбатты көрермен, сіз қалай ойлайсыз, жасанды интеллект өмірімізді жеңілдетіп жатыр ма, әлде тәуелділікке айналып барады ма? Пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, ал біз жаңа толқын бағдарламасының эфирінде бірге талқылайтын боламыз. Ал келесі кезекте дәл осы жасанды интеллекттің қандай тағы да мүмкіндіктері бар екен, келесі бейнематериалдан бірге тамашалайық. Әлемде 1 миллиардтан астам адам жасанды интеллект құралдарын пайдаланады екен. Ай сайын күнделікті белсенді аудитория 100 миллионнан асады. Сіз көрген бейнелердің барлығы дерлік жасанды интеллект арқылы жасалған. Қазір көгілдір экранда алысты жақындатып, жоқты бар қылу қас қағым сәтте жүзеге асады. Бұл адамзаттың озық технологияны меңгерудегі жетістігі. Алайда екінші жағынан құлдырауға апарып соқтыра ма деген де қорқыныш бар. Жасанды интеллект пайдаланасыз ба? Жоқ. Жоқ, пайдаланамын. ChatGPT ештеңе пайдаланбайсыз ба? ChatGPT қолданамын. ChatGPT иногда, но қазір вообще пайдаланып жүрген жоқ. ChatGPT пайдаланамын, да. Не ол? Қандай зияны бар деп ойлайсыз? Зияны жалқаулыққа алып келеді деп ойлаймын. Адам психикасына әсер етеді деп ойлаймын. Адамдар, кәсіпкерлер деңгейі үлкен болмайды, олар сол ChatGPT-ні қарай салады и солай өте береді. Көпшілік жасанды интеллекті көмекші құрал ретінде қолданып жүр. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті инженерия факультетінің студенті Руслан Ниязов қосымша ойлап тапты. Ол осы қосымшада жасанды интеллект арқылы ескірген суреттер мен бейнежазбаны күні кеше түскендей етіп өңдеп береді. Менің жобам IU Colorize X. Бұл жобаның мақсаты адамдар өз суреттерін салады, соны қара ақ суреттерін салып, цветной қыла алады, және де качествосын көбейте алады. Видео моделі видеоларда цветной қылады, және діріл бар болса діріл жояды, качествосын көбейтеді. Осын жұмыс барысында көрсетейін сізге. Фотоны жүктеп процесті бастауды бассақ, бізге процесс көбінесе GPU-да, видеокартада 3 пен 5 секунд арасы шығарып береді. Әзірге біз жасанды интеллекттің әліппесінде жүрміз, алайда алдағы уақытта оның қолдану аясы кеңейіп, жекелеген мамандықтарды алмастыруы мүмкін деп болжануда. Жасанды интеллекттің қазір Қазақстанда өте жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Мысалға, бухгалтерия саласына кіргізіп жатыр қазір. Мен айтар едім, тек қана бухгалтерия емес, жалпы кадрлық жүйелерге де. Осыған да кіргізсе, бұл артықтық етпес еді. Мысалға, кез келген қызметкерді жұмысқа алудан бастап, өзіндік тәжірибесі бар, дамуы бар, енді қателік жасаған болса, оған белгілі бір деңгейде шара қолдану бар. Міне осы дүниелердің барлығы, яғни қағазбастылық, арнайы бір мәтін жазудың қажеті емес, аты жөнін көрсету арқылы сізге автоматты түрде бұл жұмыстар жасап береді. Жасанды интеллект жаңалықтарын меңгеру заман талабы, себебі ол бұдан бұлай білім беру, медицина, өндіріс, бизнес сияқты барлық салаларда уақытты үнемдеуге, шешім қабылдауды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сондықтан жасанды интеллектті игеру әрбір маманның бәсекеге қабілетті болуына жол ашады.
Иә, мінекей қымбатты көрермен, жалпы жасанды интелекттің дәл осындай тағы да бір ерекше мүмкіндіктері бар. Негізі байқасаңыздар, соңғы кезде негізі мынау бұрынғы хиттерді жаңа аранжировкамен қайта өңдеп, кавер нұсқасын қайта шырқау шынымен де қазір трендте, өйткені әлеуметтік желіде осындай бір ерекше жаңа бағыттағы біздің ескі әндер, жүрекке жақын әндер көрерменнің ерекше ықыласына қайта бөленіп жатыр. Иә, шынымен де әлемде де, бізде де 90-2000 жылдардың әндері жаңа дыбыспен орындалып жатыр. TikTok пен Reels'та бір кавер трендке айналуы лезде, оған әлеуметтік желінің пайдасы орасан зор әсер етуде. Сонымен қатар жастардың ол әндерді трендке айналдырып жатқаны шынымен де әсер беруде. Иә, мысалы шетелде ескі поп пен рок әндері акустикалық лоу-фай немесе ремикс форматта қайта жазылып, миллиондаған қаралым жинап жатыр. Көп жас тыңдармандар тіпті бұл жаңа ән деп те ойлайды екен. Иә, шынымен де кейбір уақыттарда менің өзімде қателесіп кетемін, бұл ескі ән бе, жаңа ән бе деп. Енді Қазақстанда да солай, бұрынғы эстрадалық әндерге жас орындаушылар кавер жасап, заманауи бит қосып, жаңа тыныс беріп жүр. Соның арқасында ескі хиттер жаңа буынға жетіп жатқандығы бізді қуантады. Иә, демек хит болу үшін тек жаңалық қана емес, дұрыс жаңарту да маңызды. Ескі әннің әуені баршамыз үшін ностальгия, ал оған жасалған жаңа аранжировка қазіргі заманның, яғни жастардың талғамы екеуі қосылғанда міне қазіргідей нағыз тренд әндер пайда болады. Иә, ендеше Нұрсұлтан, жеке өзіңнен сұрайыншы, қандай ескі әннің жаңарған нұсқасы саған ерекше ұнайды дәл қазіргі уақытта? Иә, жалпы кавер жасау қазір трендке айналды. Маған шынын айтсам, осы бір жас әншілердің, жас орындаушылардың жасап жүрген, мысалға ең соңғы каверлердің бірі, әрине жас деп айтуға келмей шығар, ендігі орта буынға кіріп үлгерді. Төреғали Төреәлінің мысалға алғашқы ән кавер ұсынды жақында, білесің ғой? Әппақ қар жер жүзінде. Естуім бар. Сондай бір TikTok әлеуметтік желісі сол сияқты сәтті шыққан каверлердің бірі деп айта аламын. Иә, қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға алғашқы құрметті қонақтарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың төрінде Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы 55-74 әскери бөлім командирінің орынбасары подполковник Тұрсынбаев Әлшер, сондай-ақ дәл осы әскери бөлімшенің 2025 жылғы шақырылым сарбаздары Қалыбаев Арсен және Оспанбай Мейрамбек. Ендеше құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Енді өздеріңізді бүгін арнайы студиямызға шақырғандағы себебіміз өздеріңіз үшін атаулы мереке 10 қаңтар ұлттық ұланның әскери мерекесі. Ең алдымен келе жатқан мереке құтты болсын. Енді аға, ең алдымен осы бір әскери бөлімшені таныстырып өтсеңіз. Иә. Мынау ұлттық ұланда әскери бөлім Түркістан қаласында 55-74 әскери бөлімі ұлттық ұлан. Алматы 187 мекемесінде орналасқан. Біздің өзіміздің тапсырмамыз осы 55-74 әскери бөлімнің Түркістан қаласында қоғамдық қауіпсіздігін сақтау және қарапайым сөзбен айтқанда мына алдында отырған сарбаздар сол қызмет атқарады. Түркістанда өздерінің міндеттерін орындап адал. Негізі ағалам, әрбір әскери бөлімшенің өзінің негізі маманданған бағыты бар ғой. Демек, біздің ұлттық ұлан сарбаздарының негізгі бағыты бұл қала тыныштығын қорғау. Тыныштығы біздің 55-74-те ұлттық ұланда. Таныстырып өтейікші, ол жердегі біздің әскери жалпы күнтізбе қалай ауысып түсеміз деген секілді. Бізде бәрі бүкіл ұлттық ұланда күнтізбеміз болады. Және сарбаздарға күнтізбе, офицерлермен келісімшарт бойынша қызметкерлерге регламент болады. Регламент. Бұл сарбаздар күнделікті өздерін таңертеңнен бастап тұру, кезекшілік, жоқ, таңертең тұрады, дене шынықтыру сабағы, одан кейін сабақ өткізіледі, сабақтан кейін уже мынау қызметке дайындық жұмыстары басталады. Және біз байқап отырамыз, қаламыздың әрбір бұрышында, әрбір қалай айтсақ болады, арнаулы мекеменің айналасында осы ұлттық ұланның әскерлері кезекшілікпен қарауыл жасайды, солай ғой? Иә. Бұлардың өздері қызметке түсер кезде бұлар нұсқамалық алады, өздерінің маршруттары болады бұл жерде. Сол бекітілген аймақта маршрутында қызмет атқарады 17:00-ден 23:00-ге шейін түнгі. Түсінікті. Ал енді әскер қатарына шақыртылған ұлттық ұланға келген сарбаз қанша уақыттан кейін көшеге шығуға жаңағыдай арнайы қызметке тағайындалады? Сұрағыңызға рахмет. Бұлар келгеннен кейін бір ай бойынша оқу пунктінде дайындықтар, сабақтар жүргізіледі. Одан кейін тағы да 20 күн арасында сол қызметке
дайындау жұмыстарын өздерінің взвод командирлері, рота командирлері дайындап, бүкіл баптарды, бүкіл не істеу, ол жерде қызмет атқара барысында біздің қарапайым сөзбен айтқан кезде халыққа көмектесу әртүрлі жағдайлар болады. Біреулерге көмек, бір жерде өрт шығуы мүмкін, бір жерде адам мысалға қарапайым адам кетіп барып құлап қалуы мүмкін. Сол кезде қандай көмектер, кімге бұлар хабарласып баяндау керек. Сол жұмыстарын бәрін күнделікті жүргізеді. Күнделікті. Ал енді бүгінгі студиямызға келіп отырған жас сарбаздарды әңгімеге тартайық. Енді біздің білуімізше Арсен және Мейрамбек бізде енді осы бөлімшенің ішіндегі ең бір ерекше көзге түскен сарбаздар шығар. Енді эфирге шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер сарбаздар. Ең алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, Қазақстанның жалпы республикамыздың қай өңірінің тумасысыздар? Мен 55-74 әскери бөліміндегі 2-ші жедел мақсаттағы ротасының 1-ші сот 1-ші бөлімше қатардағы Оспанбай. Талдықорған қаласынан келген болатынмын. Осы 2025 жылдың шілдесінен бастап 55-74 әскери бөлімінде өзім отан алдында борышымды атқарып жүрмін. Қазіргі таңда қыс айларына аға шақырылым болып, қалаға сіз айтқандай қызметке атқаруға шығып жатырық. Демек, Талдықорған тумасысыз. Түркістанға үйрендіңіз бе? Иә, былайша айтқанда Түркістанның тумасындай болып жүріп қой қазіргі таңда. Бәрекелді. Ал енді келесі кезекте Арсен. Арсен байқап отырған шығарсыздар. Арсен бүгін құр қол емес, домбырамен келген екен. Арсен жалпы қай өңірдің тумасымыз? Жалпы өзімді бірінші таныстырып өтетін болсам 55-74 әскери бөлімінің 2-ші жедел мақсаттағы ротасы, 2-ші сот 2-ші бөлімде сарбаз атқыш қатардағы Қалбаев. Өзім жалпы Қызылорда қаласының тумасымын. Қызылорда қаласынан. Осы бауырым екеуміз бірге шілде айында келдік. Қазіргі таңда осы 55-74 әскери бөлімде өзімнің отан алдында борышымды өтеп жүрген. Бәрекелді. Түркістанға үйрендік па? Түркістанға үйрендік. Енді Қызылорда Түркістанға жақын ғой, кішкене ауа райы да ұқсайды дегендей. Ауа райы да. Жақсы үйреніп кеттік. Енді біздің Арсенді байқап отырғанымызды сырдың елі, жырдың елінен келгеннен кейін, домбырамен келген екен. Ендеше бір қонақ кете сұрайық. Дұрыс. Иә, Түркістанға келдім, Түркістанда қызмет атқарып жүрмін. Түркістанда рухани қала дейді ғой, рухани қала бәрі. Іштегі біздің командирлерде, бөлім командирінің орынбасарлары бәрі жақсы адамдар. Жалпы Түркістан халқы өзі жақсы адамдар ғой, соны сездім. Қызметке шыққан кезде бәрі жақсы адамдарым деген керемет ән бар. Соны Түркістан халқына арнасам. Ай, бәрекелді. Тамаша. Пайда, қол созамыз көп, неге біз айға құс қанатындай, күш табатындай, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын жай тас қамалдарың, жақсы адамдарым, бақыт өмірде басқадан бәрің, тектілікпенен татулық дейтін, берік болсын жай тас қамалдарың, жақсы адамдарым. Бәрекелді, тамаша. Демек, біздің Арсеннің Түркістан халқына арнаған арнау осылай болсын. Ал енді, Мейрамбек, сенің түсінігіңде Түркістан халқына қалай баға береміз? Түркістан, былайша айтқанда, өзі ыстық жер ғой. Адамдар да ыстық, қатты тартатыны. Маған енді Талдықорған қаласы, былайша айтқанда, суық жердің бірі болып саналады. Түркістанға келген кезде ең алғаш жылулықты сезіндім. Оның үстіне шілдеде келген екенсің. Ыстық кезде келдік қой. Қалаға шықтық, қазіргі таңда қоғамдық тәртіпті күзетіп жүріп, елдің тыныштығын былайша айтқанда бір жыл отан борышын өтеп жүрген біз секілді сарбаздар Түркістанның тыныштығын күзетіп жүр. Халық өте керемет. Оны жай халық екені байқалады. Және де рухани қала, адамдардың жүздері де жылы, сөйлеуі де бөлек. Былайша айтқанда Түркістан
өзіме жаққан қала болды. Кезекшілік қызмет барысында ешқандай қиындық кездескен жоқ қой? Мүлдем жоқ. Кезекшілік бізде өте керемет атқарылады. Сол арқылы былайша айтқанда біз бір жылдық уақытымызды тез өткіземіз. Кезекшілікке шығуға асығамыз. Сарбаздар сөйтіп уақытын тез өткізеді. Мысалы, кезекшілікке шығасың, кеш келесің, түске таман оянасың деген секілді. Қалада жүріп, былайша айтқанда біз жартылай үйдегідей. Тамаша. Ал енді келесі кезекте әлішерімізді таныстырып өтейікші. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, республикалық деңгейде жалпы тек қана Қазақстанның емес, жалпы әлемдегі ең негізгі мәселе осы болып тұр. Енді қазіргі жас жеткіншектердің, ер азаматтардың әскер қатарында борышын өтегісі келмейтіндігі, немесе әскерге келгісі келмейтіндігі жайында көп әңгіме болып жатады. Ал енді жалпы өзіңіздің түсінігіңізде, сіздің тәжірибеңізде қазіргі жастарға қалай баға бересіз? Сұрағыңызға рахмет. Осы сұрақты негізі өзімді көтерінбеген. Мына қазір жас сарбаздар бізге қазір келді. Қазір мен сол оқу пунктінің бастығымын. Мен сарбаздарымда сол жанымда отырған тоже оқу пунктінің бастығы болғам, осы сарбаздарды қабылдағам. Қазіргі жастардың көбісі армияға барғысы келмейді. Мына интернет желісінде әр нәрсені бір көреді. Негізі ондай бізде жоқ. Ұлттық ұланда, қарулы күштерінде бізде алдында отыр. Сарбаздар осы қызметті атқарып жатыр. Жастарға айтатын келсін, қазір сарбаздарға өте көп жеңілдіктер жасаған жоғарғы оқу орнына сарбаз 02 деген бағдарламасы бар. Оны бүкіл мысалға қазір жағдай бәріне бірдей емес. Ол да бір ата-ананың ойы андай ойланады. Әскери ұлт ұланға келіп, или әскер қатарына келсе, жоғарғы оқуына ентісіз түсуге мүмкіндік бар. Бір жыл отан қорғап. Потом интернет жүйелерінде өте көп жаман нәрселер көрсетеді енді. Оны білет бүкіл халықта, жастарда. Еспікір қалыптасқан. Ондай негізі жоқ ондай. Ондай жаман қылықтар. Бізде оны тексеретін бүкіл құқық органдары бар. Әскери полициясы бар. Прокуратурамыз бар. Бүкіл күніге азанда, кешке, обедте бізде телесный осмотр деген бар. Денелерін тексеріп. Демек, әскердегі күш көрсету әлеуметтік? Жоқ, ондай. Біздің өзіміздің басшыларымызда күніге қадағалайды о жағын, сарбаздарын. Бұл сарбаздардың біздің WhatsApp мессенджер арқылы ол ата-аналармен прямой контактымыз бар, сөйлесіп отырады. Ата-аналар шағымдарын айтса, біз сразу жауапты береміз, сөйлестіреміз. Каждый демалыс күндері ата-аналармен, бауырлармен байланысы бар. Түсінікті. Ал енді келесі кезекте осы ұлттық ұлан енді бренд қой негізі. Ұлттық ұланда өзінің азаматтық борышын өтеу кез келген жігіттер арман деп ойлаймын кейде. Осы бір ұлттық ұланға өту үшін де арнайы критериялар бар негізі, қабылдау үшін де. Таныстырып өтіңізші өзіңіз. Критериялар болғанда ұлттық ұлан сарбаздарына келу ма? Критериялар болғанда өзінің денсаулығы қатарына келем деп өзі азамат жергілікті военкоматтарға барып. Өзі ұсыныс берсе болады ма? Ұсынысын беріп, келіп, мен сонда ұлттық ұлан қатарына барғым келеді деп айтса, сол жерден біздің ұлттық ұлан қызметкерлері барып, жұмыстар жүргізіп, біздің әскери бөлімдерге алып келеді. Мынау енді тағы да бір рұқсат болса, бізде ұлттық ұлан негізі бірінші ішкі әскер болған, 1992 бірінші қаңтарда. Біз 2014 жылы 21 сәуірде ұлттық ұлан болып өзгертілді. Ертең біздің 34 жыл болады ұлттық ұланға. Сонымен бүкіл ұлттық ұлан қызметкерлеріне, өзіміздің әскери бөлім командирімізге, бас қолбасшымызға, қолбасшыларымызға мерекемен құттықтаймыз. Денсаулық, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Біз сол үшін әрдайым қызметтеміз 24/7. Тамаша. Демек, ұлттық ұландықтардың ең негізгі ұраны да осы елдің тыныштығы. Елдің тыныштығы. Ал енді аға осы Түркістан қаласындағы бөлімшеге негізінен қай өңірдің сарбаздары көбірек келеді? Негізі ондай бір арнайы критериялар болады ма оған байланысты? Жоқ, сұрағыңызға рахмет. Бізден енді қазіргі таңда келетіндер Талдықорған облысынан, Алматы облысынан, және Қызылорда облысынан, және Астана қаласынан. Осы 4 өңірден келеді. 4 өңірден. Бірақ
6 ай сайын ауысып тұрады. Бас қолбасшымыз ұлттық ұланда Астана қаласында орналасқан. Сол жерден кесте бекітіледі, қай қаладан алу керек. Ол жерден мынау қаладан деп Түркістанға ондай жоқ. Түсінікті. Қазақстанның каждый қаласынан шақырылым келе береді. Түсінікті. Ал енді жалпы әскери өмірдің енді шынымен де бізге беймәлім тұстары бар. Мысалы бір арнайы түсірілім барысында байқап қалдым, осы әсіресе сіздердің бөлімшелеріңізде спорттық сайыстардың жиі ұйымдастырылатындығы, немесе әскери бағыттағы сайыстар болатындығы. Осы жерден таныстырып өтейікші, қандай бір іс-шаралар, қандай бір жиындар, жарыстар болады? Болды. Рахмет сұрағыңызға. Біз алдыңғы жылы ұлттық ұлан бүкіл Қазақстан бойынша біз Бексатархановта самбо және жауынгерлік самбо осы Түркістан қаласында өткіздік. Біздің өзіміздің әскери қызметшіміз осы жерден ұлттық ұланда 3-ші орнаған бар. Өзіміздің әскери Түркістан тумасы аты Рахат деген бала болады. Біз ұлттық ұланда өзіміздің спорт жағынан жарыстар өте көп. Біз өзіміз өткізгеніміз осы Түркістан қаласында бас қолбасшымыздың самбо және байбол самбодан өткіздік осы Түркістан қаласында Бексатархановта. Жарыстар өте көп болады. Біз осы бір жылға келген сарбаздарды дайындаймыз. Жарысқа бұлардың да мүмкіндігі бар. Түсінікті. Ағайын, дәл қазір тікелей эфирде болып жатқан бағдарламамызға келіп түскен қоңырау бар екен. Енді біздің студия қонақтарына қоятын сұрағы бар сияқты. Ендеше қымбат көрермен, қайырлы күн, сізді байланысқа шақырайық. Есіміңіз, қай өңірден хабарласып тұрмыз? Сіз байланыстасыз? Кішкене телефон тұтқасына жақынырақ сөйлесеңіз, дауысыңыз естілетін емес бізге. Қайырлы күн, байланыстасыз? Бізде кішкене техникалық ақаулар болып жатқан сияқты, енді біздің көрермендеріміздің. Бізде байланыс үзіліп кетті, қайта қоңырау шалады деген сенімдеміз. Демек, әскери бағыттағы осындай сарбаздар қашанда спорт формада болу керек қой? Болу керек. Біз әрдайым бұл сарбаздар ғана емес, бұлардың командирлері өзімді әрдайым дене шынықтыру жағынан біз өте мықты болу керекпіз. Түсінікті. Енді келесі кезекте Мейрамбек сізден сұрағым келетіні, енді ер азаматтың, жалпы енді ағаларымыздың, әкелеріміздің өмірінде ерекше орын алатын сәт, бұлар барлығын айтатын сол әскер қатарындағы естеліктерін ұмытпайды ешқашан. Сол сияқты өзіңнің осы әскери өмірде жаңа қарулас достарыңмен өтіп жатқан жалпы қызықтарыңды, немесе жалпы осы әскери өмір саған не үйретті осы туралы? Әскери өмір былайша айтқанда өте қызық жердің бірі ғой. Себебі бір жыл жігіттермен бірге бір казармада жатып, бірге тамақ ішіп, олармен бірге қызметке шығып, ішкі қызметте де жүріп, басқа да қызықты дүниелер істеп, гитара тартып, домбыра тартып, ән айтқанға не жетсін былайша айтқанда. Бір жылдың ішінде мысалға бірге жүгіріп, спорт жаттығулар жасап, былайша айтқанда қиналғаның да, қуанғаның да, бірге жылағанның өзі де бұл былайша айтқанда өмір бақи есте қалар бір дүние. Ортақ естеліктер. Ортақ естеліктер. Себебі ертеңде мысалға бізге қазірде командирлер де барлығы айтады да, ертең осы бір жылдық естеліктерің кейін бір жылдан кейін бір 15-20 жылдан кейін кездесіп қалсаңдар да естеріңе түсіп бірге күлге былайша айтқанда еске аласыңдар деп ше. Ұмытпайтын сәттер. Сонда айтып отырады. Негізі казармада өмір сүрген, осы жігіттермен өмір сүрген мен үшін қазіргі таңда өте маңызды, қызық бір дүниелердің есебінде тұр. Тамаша. Ал Арсен, енді жаңа байқап қалдық, домбырада шебер ойнайсың, өзіңнің керемет даусың да бар екен. Негізі осы өнер бағытында, осы музыкалық бағытта білім алдың ба? Әрине, мен Қызылорда қаласында Қазанғап атындағы музыкалық жоғары колледжінде домбыра мамандығында бітіріп, дальше оқу тәмамдағаннан кейін осы әскери бөлімге келіп қызметімді атқарып жатқан жайым. Тамаша. Ал алдағы уақытта қандай жоспарымыз бар? Біз білеміз, осы әскери бағыттағы ансамбльдер, оркестрлер бар екен білеміз. Алдағы уақытта өзімнің ойым осы келісімшарт бойынша қызметпен осы әскери бөлімде қызмет жасасам ба деген ойым да бар. Әрине бәрі бір Алланың қолында ғой. Демек, осындай жоспар бар негізі. Осындай жоспар бар негізі. Түсінікті. Ал Әлжел мырза, осындай да бір заң сұрақ туындайды, осы әскери бағыттағы жаңағы енді арнайы келісімшартпен жұмыс істегісі келетін жастардың қатары қалай? Көп пе? Негізі бар. Сол сұрағыңызға жауапты жөндеп айтып кетейін. Біздің
Түркістан қаласында Алматы 187-де өзіміздің мекен жайымыз. Сол жерге жастар біз жұмысқа қабылдап жатырмыз. Және Түркістан қаласының жастары оқу бітіргендер біздің ұлттық ұлан академиясы бар Петропавл қаласында. Сол жерге біздің адреске келіп, направление, бағыттама алып, біз оны Түркістаннан түсетіндерге біз көмегімізді береміз. Сол жерге жоғары оқуына түсуге болады жастарға. Бізге сол келіп, біздің бөпке бақылау өткізу пунктісіне келіп, айтса, осы жоғары оқу Петропавл қаласына түскім келеді деп жастар келсе, көмегіміз береміз, қадағалаймыз оны түскенге шейін. Кесе болады. Сондай ағында бүгін жаңа толқын бағдарламасы біз енді әр күн сайын көрерменге әртүрлі тақырып ұсынамыз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз былай, Әлішер мырза, бұл сұрақтың жауабы сіздер жақсы білетін шығарсыздар. Енді біз өзіңіздің көңіл күйіңізді, жалпы адамның көңіл күйін көтерудің қандай оңай әдісін білесіз деп көрерменге сауал жолдап отырмыз. Ал енді сіздер күнделікті таңертең ерте тұрып, жаттығу жасап, әртүрлі енді командамен жұмыс істеу өз алдына қызық. Енді сіз өзіңіз маман ретінде қандай кеңес бересіз? Жалпы көңіл күйді көтерудің негізгі алғышарттары қандай? Көңіл көтеру. Мысалы, бір күн бойы сергек жүру үшін дегендей. Біріншіден дене шынықтыру сабағы өзіңе. Потом өзіңе деген сенімшілік, өзің қол астындағы өзіміздің жауынгерлер, сарбаздарымыз, оларды оны только командир ғана көңілді жүруге болмайды. Бірінші жеке құрам көңілді жүрсе, соның арқасында командир жүреді. Сол өзімді мысалға бірінші бағытым көңілді жүру үшін мен жұмысқа келер кезде жанұядағы проблемалар бар ғой, оны мен бақылау өткізу пунктіне қалдырам. Мен мына жерге әскери бөлім кірген кезде уже әскери бөлімнің рухын өзім настрой жасап, көңіл күйін көтеріп. Демек, отбасыдағы мәселені жұмысқа алып келмейсіз? Алып келмеймін. Жұмыстағыны шығып атқан кезде жұмыстан бақылау пунктісіне қайтып, мен уже как өзіме как әке, сол келіншегім бар, уже как солай кірем да, ол жерге мен как әскери адам болып, ол жерге кірмейсің, ол бала-шағаның қызығы емес. Демек, шынымен бұл жас мамандарға және жас әкелерге керемет кеңес екен. Демек, жұмыстың мәселесі жұмыста қалу керек, отбасының мәселесі отбасында шешілу керек. Сонда үйде де көңіл күй жақсы болады, мен сарбаздарым да көңіл күйі жақсы болады, мен олардың бәрі көңіл күйі жақсы болса, менде де көңіл күй. Менде біздің енді командирлердің бірінші мақсаты бізге ата-аналар жібереді, сарбаздарын. Сен тапсырады. Екі аяғымен келеді. Осылар сарбаздарымыз екі аяғымен үйіне жетсе, бізге сол өте мақтаныш. Әрине. Біз сол үшін қызмет етеміз, бәрі жағдай жасаймыз. Түсінікті. Мейрамбек, келесі кезекте өзіңнен сұрайықшы. Енді қазіргі жастардың, енді жалпы қазіргі әскер қатарына келгеннен кейін біз білеміз, ол жақта арнайы жаңағы темірдей тәртіп бар, арнайы режим бар. Жалпы режиммен өмір сүргенде негізі көбірек пайдалы ғой, ағзамыз үшін, денсаулығымыз үшін, тіпті келгенде сол көңіл күйіміз үшін. Енді осы әскери бағыттағы режим арқылы жалпы өзіңде қандай өзгеріс болып жатыр? Ең алдымен ол әрине сенің салмағың өзгереді, дене бітімің, мысалға күшің көбейеді, содан кейін дұрыс тамақтану арқылы сенің организміңнің былайша айтқанда жүйесі дұрысталады. Одан кейін ұйқың бар, ұйқыңда дұрысталады. Мысалы біз енді әскери киім атып, енді жұмыс істеп жүріп, мысалға түнгі сағат 2-ге ұйықтай саласың, түсте тұрасың деген секілді. Ал бұл жерде кәдімгідей белгіленген график бойынша түнгі сағат 10-да ұйықтайсың, таңғы сағат 6-да тұрасың деген секілді режиммен өмір сүріп, тамақ дұрыс арқылы, былайша айтқанда, әрбір денсаулығың жақсарып қана қоймай, жүйке жүйеңде жақсарады, психологиялық жағынан да. Жалпы осындай өзгеріс өзіңді байқап жүрсің ба қазір? Әрине. Мысалға бір 15 килограммда лақтап тастадым әскери кезде. 100 килограмм шамасында болдым, қазір 88 килограмм болыптым, мысалы. Демек, әскер қатарынан келгелі бері 15 келді, артық салмақтан арылдың? Артық салмақтан арылдым. Режимнің арқасы? Режимнің арқасы. Басқа да жігіттер бар, мысалға. Менен де салмақ ауыр, жеңілдері бар, мысалға. Арық жігіттер, олар керісінше салмақ қосады да, ал толық жігіттер салмақ лақтырады. Демек, ол режимнің арқасы? Режимнің арқасы. Осы тұрғыда мен де бір сөз қосып кетсем, осы әскери қатарына қосылған кезде салмағым 57 килограмм болатын. Қазір? Шүкір 65-66 килограмм болды. Демек, өзіңіздің ойыңызға салмаққа жеттіңіз? Ойымдағы салмаққа жетіп алдым. Демек, режимнің арқасы бұның барлығы? Режим өздерін
бұлардың психология жағынан тоже қалыпқа келеді ғой. Бұлар мысалға гражданка кезінде бұларда режим жоқ. 1 сағат сайын жейді, 2 сағат сайын, 4 сағат, может 10 сағаттан кейін жейді. Бұл жерде күнделікті қадағалау, күн тәртібі бойынша уже таңғы ас, түскі ас, кешкі ас бәрі. Демек пайдасын көріп отыр. Пайдасын көр. Бұлар өздері де, сарбаздардың өздері айтады, маған жақсы болды, мен лишний салмақ ата-аналары келгенде бір аскерянт қамыдан келеді ғой. Сонда қарайды, қуанып, рахмет. Өзгертті ғой деп. Тамаша. Демек, ең бастысы әскер қатарында болған, енді кез келген ер азамат үшін барлық жағынан өте пайдалы, солай ғой. Ол дұрыс айтасыз. Бұл сарбаздардың біріншіден өздерінің денсаулықтарына, бірінші өздерінің денсаулықтарына пайдасы. Потом бұлардың моральдық жағынан да өздерін қазір бұл қызмет атқарады, Алла бұйыртса бұлар жоғары оқуға түсіп кетсе, бұлар ата-аналары қуанады. Бұлар ата-аналары қуанып жүрсе, бұл сарбаздар тоже өзінің ата-аналары қуанғанын көрсе, бұлар да қуанып жүреді. Бұлардың қуанғанын біз көрсек, біз де қуанып жүреміз. Демек, бұның бәрі ортақ нәтиже осындай. Ортақ, бәріміз тапсырмамыз бір, отан қорғау. Бәрекелді. Ал ендеше құрметті біздің қонақтар бүгінгі студиямызға келіп, өздеріңіздің осындай жарқын жаңалықтарыңызбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Ең алдымен сіздерді осы әскери өздеріңіздің кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ең бастысы өздеріңіз айтпақшы, ел іргесі аман болсын, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Рахмет. Өздеріңізді осындай студиямыздың төрінде жаңа бір жастармен, жаңа бір буынмен, ең бастысы ерін сүйетін, жерін сүйетін дәл осындай азаматтармен қайта күтеміз. Рахмет сізге. Қымбатты көрермен, эфирде жаңа толқын бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Осы тұста назарларыңызға бүгінгі бағдарламамыздың күн сауалын ұсынамыз. Өзіңізді қуанту үшін не істейсіз? Дәл осы сауалға төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып, бізбен тікелей байланысқа шығып, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісе аласыздар. Міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздерден кері байланыс күтеміз. Келесі кезекте біз арнайы маңызды әлеуметтік тақырып жайында әңгімелесейік. Мәмс жүйесі, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша жаңалықтарды айта кетейік. Шынымен де бұдан былай 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті елеулі түрде кеңейтіледі дейді. Бұл өзгеріс әсіресе созылмалы дертке шалдыққан науқастарға ерекше маңызды. Енді қант диабеті, балалардың церебральды сал ауруы, ревматизм, сондай-ақ дәнекер тіндерінің жүйелі зақымдануы сияқты созылмалы дерттер бойынша науқастар медициналық көмекті толықтай сақтандыру есебінен ала алады. Бұған дәрігердің кеңесі, ем-дом және дәрі-дәрмек сияқты барлық қажетті қызметтер кіреді. Сонымен қатар жаңа пакеттің арқасында бұрынғыдай кейбір ем шаралар үшін жеке төлем жасау қажеттігі жоқ. Бұл өзгерістер әсіресе отбасыларға, балаларға және ұзақ мерзімді ем қабылдайтын науқастарға оң әсер етеді. Жалпы бұл медициналық сақтандырудағы жаңа мүмкіндіктер кімдерге қалай әсер етеді? Жалпы барлық жұмыс істейтін азаматтар мен жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ бюджеттік сала қызметкерлерді сақтандырудан толықтай қамтылады. Сондай-ақ бұл дегеніміз әрбір азаматтың денсаулығын қорғау мүмкіндігі артады. Созылмалы дертке шалдыққан науқастарға уақытылы әрі тегін медициналық көмек көрсетуге жағдай жасалады. Мәмс жүйесіндегі өзгерістерді толығырақ келесі сюжетте әріптесіміз айтатын болады. Бейне материалда дәрігерлер мен науқастардың пікірін және жаңа пакеттің артықшылықтары айтылған. Сақтандыру арқылы денсаулығыңызды қалай қорғауға болатынын нақты мысалдармен көрсететін бейне материалда назарларыңызға ұсынамыз. Биыл елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне өзгерістер енді. Бұдан былай мемлекеттік тіркеудегі жұмыссыз азаматтар үшін жарнаны жергілікті бюджет төлейді. Бұл медициналық көмекті үздіксіз алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ Д және Е санатындағы шамамен 1 миллион адам тегін жоспарлы емге қол жеткізеді. Назира Ануарбекова жұмыссыз болғандықтан осы уақытқа дейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне тіркелмеген. Сол себепті тегін медициналық қызмет ала алмаған. Тексерілу мен диагностикаға қаражат табу қиын болған. Жүйеге енгізілген өзгерістер енді оған үлкен жеңілдік болып отыр. Менде сақтандырылмаған, страховка жоқ. Емханаға келсем, ешқандай медицинада көп нәрсе маған қол жетімсіз. Мен тек терапевтке ғана көрін алам, арғап терапевтер мен жібере алмайды. Қазіргі жаңа заңға байланысты, сақтандыру бойынша жаңа заңға байланысты қатты қуанып жатырмын. Страховка енді бізге жүретін болды, барлық нәрсеге өте аламын. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне амбулаториялық және станционарлық көмекті қамтиды.
Оған жоғары технологиялық медициналық қызметтер де кіреді. Диагностика мен кейбір дәрі-дәрмек те осы жүйе арқылы беріледі. Алайда әлеуметтік мәні бар кейбір аурулар толықтай мәмс пакетіне кірмейді. Ал сақтандырылмаған азаматтар тек кепілдендірілген тегін медициналық көмек алады. Оның ішінде шұғыл жәрдем бар. Созылмалы аурулармен тұратын сахарный диабет, балалар церебральды параличі және артериальный гипертензия, яғни артериялық қан қысымы жоғарылаумен есептеп тұратын пациенттер осы күнге дейін диспансерлік есепте тұрса тегін дәріні алып отырған. Енді 26-дан бастап олардың тегін дәрілер қызметі олардың сақтандыру мәртебесімен тікелей байланысты болып келеді. Қазір Түркістан облысында 390 мыңға жуық адам міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне тіркелмеген. Бұл азаматтар жоспарлы қабылдауға жазыла алмайды. Жоғары технологиялық оталарда қол жетімсіз болуы мүмкін. Кейбір дәрілер тегін берілмейді. Табысы тұрақсыз азаматтар жарнаны уақытында төлемесе жүйеден шығарылады. Осыған байланысты мемлекеттік кірістер комитеті ескерту хабарламаларын жолдайды. Қажет жағдайында есеп шоттарды уақытша бұғаттау тетігі қолданылады. Өз кезегінде толыққанды медициналық қызметті алу барысында үлкен қиындықтармен мынау әлеуметтік өзекті мәселелерге жол беріп отыр. Сол себепті де мынау өзгертілген жаңа заң осы мәселеде де болашақта мәмс жүйесіне қамтылған халықтың санын көтеру, үлес салмағын көтеруде өзіндік рөлі өте зор екенін айрықша атап өткім келеді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру халықты жоспарлы медициналық көмекпен қамтитын маңызды әлеуметтік жүйе. Сондықтан тұрғындарды толық қамту басты міндет. Ақпараттандыруды күшейту де маңызды. Жүйедегі олқылықтарды жою жұмыстары жалғаса береді. Мінекей қымбатты көрермен, маман кеңесінің арнайы сіздерге ұсынған ақпарат осындай. Енді қарлығаш жаңа біз үлкен әңгіме бастадық қой, жалпы қазіргі таңдағы біздің қазақстандық жас әнші орындаушылардың ең негізгі бағыты осыдан бірнеше жыл бұрын хит болған әндерді қайта тірілту, кавер жазу деп жатырмыз. Жалпы енді өзің осы бір каверлерді қаншалықты жағымды қабылдайсың, немесе ең сәтті шыққан кавер сен үшін? Енді бұл дәл бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбына келетін сауал екен. Менің өзіме ұнайтын ескі әндер өте көп. Оны жаңа өзім де айта өттім. Ескі таспа YouTube платформасындағы жобалар сол ескі әндерді жаңартып жатыр деп менің өзіме ұнайтын әндер ол Мираш Жүгінісовтың орындауындағы ескі ән ол жаным бір көріп ғашық болдым саған. Міне осы ән маған өзіме жаныма жақын әндердің бірі, және бұны мен Мирастың орындауында естігеннен кейін одан самайын бұл әнге ғашық болып, тіпті өзімнің плейлистіме жүктеп алдым. Күнде тыңдап тұратын әндерімнің бірі. Демек, бұл әнге қайта жан бітірді. Иә, қайта жан бітірді. Енді мынандай бір сұрақ қойсам, немесе кеңес айтсаң деп айтайықшы, өйткені менің айналамда өзің білесің, әнші, осы эстрада бағытында жүрген достарым өте көп. Және бәрінің ойы бір хит жазу. Бірақ енді жаңағы осы бір сәтті әнді табу және оған қайта кавер жасау, өңдеу өте маңызды. Енді ән таңдауға келгенде үлкен бізде сұрақтар туындап жатыр. Мына әнді орындасақ, немесе мына әнді қайта шығарсақ деп жатсақ, біз қайтадан ойланып жүрген кезде басқа әншілер оның барлығын қатарынан кавер жазып тастауда. Мысалға, сен қай әнді ұсынар едің? Осы бір әнге қайта тірілу керек секілді, осы бір әнге қайта жан бітірсе деген секілді. Мысалы, енді күтпеген жерден қойылған сұрақ болғандықтан, дәл қазіргі кезде ойыма ешқандай ән түспей тұр. Себебі шынымен де жаңа өзің айта өткендей бүкіл ескі әндерді жаңалап, жаңа серпін беріп орындап жатыр. Орындаушыларымыз ескі әндердің барлығына ендігіде жаңадан тыныс беріп қойған секілді. Сол бізде идея, бізде әр ақылдасқан сайын, әр бас қосқан сайын мына ән, немесе осы бір әнді ырғағын өзгертіп, немесе басқа бір мотивке деген секілді идеялар туындайды. Дегенмен нақты шешім жоқ әлі. Менің өзімде де тосыннан қойылған сұрақ болғандықтан ешқандай ән бірден ойыма келе қойған жоқ. Ол жағын әлде ойлану керек секілді. Ал қымбатты көрермен, немесе сіздер қай әнді өңдеуді қалар едіңіздер, немесе ел естімеген, жұрт көрмеген қандай авторлармен жұмыс істеген жөн. Енді жасыратын жоқ, бұл кавер жасау бір үлкен жаңашылдық болғанмен, бір жағынан бұл жанымызға бататын дүние, себебі қазіргі жаңа заман авторларының, жаңа заман сазгерлерінің, ақындарының да осалдығы осында деп білеміз. Өйткені әншілерде демек қазір жазатын тіпті ән жоқ деп айта алсақ болады. Өйткені осыдан бірнеше жыл бұрын қазақ әншілері шетелдік Орта Азияның басқа мемлекеттеріндегі
кәдімгі әншілердің әнін ұрлап, немесе сұрап алып, немесе плагиат жасап өмір сүрген болса, қазір енді қайтадан кавер жасауға көштік. Демек бізде жаңа әндердің қатары өте сирек. Шынымен дұрыс айтасың. Енді бұл ескі әндер жаңашылдықпен өмірге келіп жатыр ғой. Оған бір себептің бірі ол ескі әндердің сөзінде секілді. Ескі әндеріміздің сөзі өте әдемі. Мен өзімде ән тыңдаған сайын міндетті түрде сөзіне мән беріп тыңдаймын. Сөздері ұнаса ғана мен ол әнді тыңдаймын деген секілді ғой. Осылай міне көпшілігіміз кейбір енді әннің өзіне мән беріп жатса, бірі сөзіне мән беріп жатады. Ескі әндердің трендке айналу себебі ол сөздерінде секілді. Өйткені шынымен де қазіргі трендте жүрген керемет әнші, көп оқырманы бар, блогерлердің шырқап жатқан әні бар ғой енді. Ішінде естісі бар, есері бар, бірақ жаңағы бір тыңдайсың, бір аптадан кейін мүлде тыңдағың келмейді. Дұрыс айтасың, толығымен келісемін. Аз, қысқа. Ғұмыры қысқа әндер дәл қазіргі уақытта көп, және дәл сол ғұмыры қысқа әндеріміз де бір жағынан трендке айналып, бір-екі апта тренд болады, оған барлығымыз қосылып шырқаймыз, билейміз, кейін бірақтан да ұмытып кетіп, осылай ескі әндерімізге қайта оралып жатамыз. Демек, бұл енді қазақ авторларына үлкен сын деп айтамыз, қымбатты көрермен. Демек, осы бір біздің қазіргі қазақстандық жас эстрада әншілерінің ән қоржынында жаңа бір әндердің туындамауы, шынымен де бұл өз кезегінде шығармашыл жандарға ерекше шабыт беру керек. Және дәл осы тақырып аясында бірер минутта студиямызға арнайы қонақ келеді. Сондықтан біздің жаңа толқын бағдарламасынан экран алдынан алыстамаңыз. Сонымен қатар енді Нұрсұлтан өзіңнен де сұрай өтейінші. Осы бағдарламаны жүргізіп жатқан уақыттардың бірінде сен маған Іңкәрім-ай әнінің тарихын айтып берген болатынсың. Көрермендерге де осы әннің тарихын айта өтсең. Бұл әннің өмірге келу тарихы өте ерекше. Жалпы бұл әннің ең алғашқы орындаушысы және осы әнді өзінің тапсырысымен өмірге алып келуіне себепкер болған қазақтың әнші әрі батыр қызы Роза Бағланова апамыздың ән қоржынында болған, барлығымыздың балалық шағымызға куәгер Іңкәрім-ай әні болатын. Жалпы бұл енді Іңкәрім-ай әнінің нақты авторлардың есімен шығып тұр, дегенмен дәл осы бір белгілі авторларды әнші өзінің үйіне шақырған екен. Міндетті түрде екі ағасына өтініш қылып, сіздер маған бүгін ән жазып беріңіздер, міндетті түрде, ал мен сіздер ән дайындаймын дегенше палау пісірейін деп өзі қолға салған екен. Демек, Роза Бағланова апамыздың палауды керемет дайындайтынын біліп тұр енді. Сонымен ақын ағасы, сазгер ағасы ән шығаруға кіріскен. Сонымен ән дайын болам дегенше, әнді өңдеп Роза Бағланова айтам дегенше, сол отырыстың басында палау да дайын болып, тіпті палау кек кеткен екен. Осылай қызықпенен Іңкәрім-ай әні шыққан ғой. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға келесі құрметті қонағымыз келіп жайғасты. Ендеше танысып болыңыздар. Республикалық ақындар мүшәйраларының жеңімпазы, ақын, сазгер, жүректен шыққан жырларым атты жыр жинағының авторы Алпамыс Нұрболат. Ал Нұрболат мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жаңа жыл құтты болсын ең алдымен. Көңіл-күйіңіз қалай? Бәрі жақсы. Тамаша. Енді Түркістан өңірінде өмірге келіп, дәл осындай шығармашылық бағытта жаңа бір тың серпіліс алып келе жатқан жаңа буын өкілі ретінде өзін танимыз. Енді Нұрболат, ең алдымен жүректен шыққан жырларым атты жинағың құтты болсын деп айтайық. Жалпы осы бір жинақ жайында айтып өтсең. Жинақ жайында айтып өткенде, бұны мен осы 24-ші жылы шығарғам. 24-ші жылы жарық көрген. Қалам тербеп ең баста, әуел бастан шығарған жырлар бар, өлеңдері бар. Соның барлығын енгізіп, соның барлығын реттеп бір 100-120 бетке шақтап шығарып, алғашқы бір өзімнің жанымнан шыққан бір керемет бір қымбат дүниенің бірі, қымбат туындым деп айтсам болады. Әрине. Демек, ішінде сол ең алғашқы өзіңнің бала күнінен қалам тербеп жазған шығармалар ішінде тұр. Ішінде сол бала кезінен бастап жазған, одан кейін додаларға қатысып, сол кезде бақ сынап, сол кезде жүлде алған кездердегі жақсы-жақсы өлеңдерді енгізіп, сол әу бастан жазған өлеңдерден бастап дамыған сәтке дейін енген өлеңдер. Енді Нұрболат, жалпы өзіңді жаңағы неше түрлі мүшәйраларға қатысушы деп хабарлап жатырмыз ғой. Негізі осы бір мүшәйраға қатысу әр ақынның өмірінде үлкен бір серпіліс әкеледі, жаңа бір тәжірибе дегендей. Жалпы енді өзің ең алғаш қатысқан мүшәйра, ең алғаш сен шыққан сахна осы жайында. Алғаш бізде мектепте ақындар мүшәйрасы болады, ауданда деп, Ордабасы ауданына қараймыз біз. Сол Ордабасы ауданында 9-шы сынып оқып жүрген кезде ақындар мүшәйрасы болады деген болатын. Ол кезде бірақ ол ақындық жағын мен онша қатты шығара қойған жоқ едім. Жай ғана Махамбет оқуларына қатысып, сол жерде Махамбет бабамыздың өлеңін оқу керек болды. Сол мәнерлеп оқу сайысына қатысатын болдым да ғана. Сол жерге барған кезімде бөлмеймін, бірдеме
болып жаңағындай арқам қозыма бірдеме болып апаймен қатысам ақындардың мүшәйрасына деп жаңағы өзім көркем сөзге қатысып алдым да ғана ереуіл атқа ер салмай деп жіберіп оқып содан кейін ода орын бар ма жоқ па білмеймін шыға салып ақындар мүшәйрасына қатысамын деп жетекшіме айттым. Өлең сол жерде шығардың ба? Иә, сол жерде шығарып жетекшім шошып кеткен. Ей, сен қазір ұят болып қалады мынау. Ертең сен шығара алмайтын болсаң қалай болады? Сен ондайын көрмегенбіз дейді. Ой, апай уайымдамаңыз қазір кіріп шығайыншы дедім, кіріп кеттім. Содан кейін бізге Махамбетке арнаған өлеңдерімді оқыңдар деді. Сол жерде жобалап шақтап жазған өлеңім бар болатын. 4 жұмақ па 5 жұмақ па өлең шығардым сол жерде тұрып. Сонан соң соны оқып беріп, бірінші оқып береміз сайыстың ережесі бойынша. Сонан соң андай тақтаға 3 топқа бөліп бізді ақындарды 3 тақырып берді. Мен бірінші топта болдым. Бұл табиғат тылсымы көп жырласаң деген тақырыпты берді. Сол жерде суырып салмалықты байқайды. Иә. Одан алдым соны қарап алдым даған отырып, терезенің жанына отырып алғам. Жаздың кезі терезені ашып қойып бүйтіп қарап отырмын. Ондай толқыныс әлі болмаған, бірақ арасында жазып қоятынмын. Сонан соң бұл табиғат тылсымы көп жырласаң, мен өмірден жалыққанда табиғатпен сырласам, табиғаттың сырын ақтар десең сен, жырлар үшін, сырлар үшін қырдасам, бұл табиғат тылсымы көп ақтарсаң, егер оны шын мәнінде ұғалсаң, кей кездерде жаным тыныш болсын деп, әсем гүлмен, бұлақтармен мұңдасам деп, алғаш сол жерде шыққан өлең. Сонан соң сол жерден шығып, жетекшім күтіп алып, не болды деп жаңағындай менің екінші анам сияқты бүйтіп нетіп тұр, уайымдап тұр, жаңағындай тақымын қысып алған сияқты. Сонан сайыстың аяғында барлығымызды жаңағындай жариялап, кімнің орын алғанын, кімнің орын алмағанын, кімге қандай дүние не істеу керек екенін айтатын. Сонан соң отырым, көркем сөзден ештеме болмады. Ақындықтан мүлде ештеңе күткен жоқпын, негізінде алмайтын шығармын деп. Көркем сөзді хабарлап келе жатты. Өзім атым аталмаған екен, жайлап есіктен шыға берейін деп көңілім түсіп тұрғанда, жетекшім отыр деді. Содан соң ақындардың мүшәйрасын айтты. Осылай бірінші орын, бас жүлде, облысқа осы кісі өтті, Набалы өтті деп сомен келген кезінде бірінші орынды айтты, екінші орын Өтебай Тұрманжан мектебі Алпамыс Нұрболат деген кезде кәдімгідей қуанып кеттім ғой. Сонан соң өлең жазуды бірден бастап кеттім ғой. Мәссаған, демек 9-шы сыныпта дәл сол сайыстың үстінде басталды. Сайыстың үстінде басталды. Сонан соң сайыстан сайыс тоқтаған жоқпыз ғой. Демек іште жүрген бір толқыныс тебіреністің жарылған сол болды. Сол кезде болды. Түсінікті. Ал енді мынау мүшәйраға қатысу негізі көп ақындар негізі шыны керек бұл мүшәйраға қатысқысы келмейді. Негізі біріншіден олар ене жаңағы еріншектік бірінші кезекте. Енді ол шабытқа жабады ғой көбінесе менен шабытым келмей тұр дегендей. Ал немесе екінші бір мәселе бар. Мынау уақыттың тығыздығы немесе тақырып аясына байланысты қалам тербеуге кейде шорқақ болып жатады. Енді осы тұрғыда байқап отырмыз. Демек сен негізі суырып салатын да қасиетің бар сияқты ма қалай? Иә, арасында суырып салатынымыз бар. Ең баста алғаш ақындар мүшәйрасына сол жаңа Махамбеттің оқуларына қатыспай тұрып, бірінші Тәушен апамыздың мерейтойына арнайы бізде Ақжайық музыкалық мектебінде үлкен айтыс өтті, оқушылар айтысы. Сол кезде осы ауданнан да сол кезде ауданнан жұлып алып айтысқа қатысқан болатым. Сол кезде Тәушен апамыздың атындағы арнайы сертификатқа, арнайы қаржыға ие болдым, сыйлыққа. Бәрекелді. Демек айтыс сахнасында шығып көрдің? Айтыс сахнасында шықтым. Енді жаныңа жақыны қайсысы екен? Жаныма жақыны сол жазба ақындық қой, айтыскерлік қарағанда. Түсінікті. Енді мынау кез келген енді бала ақын деп айтайықшы, кез келген бала ақынның ең алғашқы тақырыбы шығармашылықтың жалпы поэзияның ең алғашқы баспалдағы лирика дейді ғой. Сол ұқсап енді жалпы өзіңнің осы бозбала шағыңда сенің ең негізгі қозғаған тақырыбың қайсысы еді? Табиғаттан бастадың, Махамбет атамызға арнау. Иә, одан соң ғашықтық туралы болды. Ғашықтық туралы жаздық. Сезім сыры шынында қымбат маған, ешкім біле бермейтін жұмбақ қалам. Шын ғашықтар қосылмас дейді қазақ, сүйгендер қосылса деп болам алаң. Осылай сезіміме ерік бердім, адалдық қай жақта деп жетіп келдім. Таң қаламын қаншама жылдар өтті, махаббат неге маған кештеу жеттің. Демек дәл осындай лирикалық бағыттарда шумақтар бар. Иә. Түсінікті. Енді Нұрболат, осындай да бір заң сұрақ туындайды. Енді біз қалың көпшілік кез келген осындай бір шығармашылық жанды көрсек, ақынды көрсек, оның әрине осы бір қасиет кімнен жұқты екен, немесе қай ауылдан туды екен деген секілді бір елебекшеп отырамыз ғой іштей. Иә, дұрыс айтасыз. Көбісінде осы сұрақ туындайды. Өзіміздің ортамызда да сұрайды. Әу баста бастаған кезде де мен өзім білмейтінмін көбінесе. Кейіннен осы ақындық жолға бет бұрып, республикада үлкен тұғырлардан көріне бастаған кезде жайлап әкемнен сұрадым.
бізде кімде бар деп апаларымнан, аталарымнан сұрадым. Сөйтіп, ол кісілер әріден қозғаған жоқ, беріден қозғады. Мен өзім әкем сол мектеп оқып жүрген шақтарында өлең жазған екен. Өлең жазып, сол қалам тербеп бастаған кезімде сыныптастар айтады. Әкең сол 10-шы сыныпта бітірген кезінде өзі әнін жазып, гитарамен сүйемелдеп, өзі сөзін жазып, сол кезде қоштасу әнін айтып кеткен деп. Онан соң кейіннен үлкен кісілерден, аталарымыздан, апаларымыздан сұрағаннан кейін, ол кісілердің айтуы бойынша біздің Оспанбек деген айтыскер атамыз болған екен. Жыршы, термеші, айтыскер. Сол кісі өзіміздің сол қаннан келді деп ойлаймын. Ақындық бар, басқасы бар. Сонан соң сұрап біліп, осы қанда бар екенін білдік қой, әкемізден, сосын бабамыздан жұққан екен. Демек, тегінде бар дүние бұның бәрі. Қанда бар. Түсінікті. Ал енді келесі кезекте бұл енді ақындық жалпы ең алғашқы баспалдағын жайында сұрап жатырмыз ғой. Енді біз қалың көпшілікке сені ақын әрі сазгер деп таныстырдық. Енді бұл сазгерлік дейтін үлкен бір өнердің ішіндегі ең асылы да осы шығар. Өйткені кез келген жалпы иісі қазаққа сөз ұстаған халық қой. Ал енді бұл саз қону, жаңағы музыканың тілін түсіну кім-кімге бұйыра беретін бақ емес. Жаңа енді әкеңіздің өзі керемет бір әнді өмірге алып келіп, жаңағы сөзінде, музыкасында жазған екен. Ал енді өзіңнің сазгерлік қырыңды қашан байқадың? Мен сазгерлік қырымды осы ақындықты бастаған соң, өлеңді жаңағындай лириканы түсініп, лириканың ішіне кіре бастаған кезде, жаңағындай мынау бір әдемі сөзге неге ән жазып басқа деген сияқты дүниелер келді. Мынау өзіміздің ауылға, көрші ауылда, Төрткүл ауылында Серікбол Байқоныс деген ағам бар. Сол кісіге арнайы шығып, ол кісі өзі сазгер, өзі де ән жазады, әрі ақын. Сонан соң сол кісіге байланысқа шықтым. Мен осындай бір өлеңім бар еді, соған ән жазсақ қалай болады. Бірақ мен жазуға қорқып тұрмын, бірдеме шығып тұр. Сіз жазып берсеңіз деп алғашқысын сұрандым. Ол кісі жаңағыдай махаббат жайлы сөзіме әнін жазып, әнді өңдеуден өткізіп жасап берді. Сонан соң ананы тыңдағаннан кейін, тыңдап өзім 8-ші сыныпқа дейін фестивальдерге қатыстым ән айтудан. Сонан соң осыған жазып көрейінші, бір өлең жазып көрейін деп, алыс жерде жүрген кезде Ақтау қаласында болдым, қателеспесем. Сол кезде әкеміз енді пинетпен өсірді ғой біздерді. Сонан соң алғашқы әнім сол әке туралы шыққан болатын. Әкеме жазып, сөзін жазып, біздерге қорғансың әке, мұң қайғың болмасын әке, қолдайтын жанашырымсың, бір Аллам жар болсын әке деп. Сонан соң шыққан. Ең алғашқы әніңіз әке жайында? Әке жайы. Түсінікті. Ал енді бұл сазгерлік қабілетіңізді ең алғашқы қалың көпшілікке ұсынуға да кішкене бір тәуекел керек болды ғой, демек алғаш қымсындым, айтуға ұялдым. Абайдың өзі ең алғаш өлеңін Көкбайдың атынан шығарды ғой, соғысып, демек шығармашылық әлемге бет бұру шынымен де үлкен тәуекел талап етеді. Енді бүгін студиямызға шақырғандағы себебіміз де сол, өзіңнен бір ауыз өлеңін сұрасақ, ән шырқасаң деген секілді біздің қолға салайық. Енді осындай бір сахнамыздың төрінде өзіңнен бір ән сұрайық. Қандай ән шырқаймыз? Сол мен осы былтыр 2025 жылы наурыз айында өзімнің кішігірім жеке шығармашылық кешімді бердім. Ауылда өзіміздің түлеп ұшқан мектепте. Сол кезде шығармашылық кешті берудегі ең бірінші мақсатым сол ауылыма жазған әнді елге тыңдату болатын. Осы сіздердің бағдарламаларыңызда мен қателеспесем 11-ші сыныбымда бітірер шағымда, оқуды бітірер шақта қонақта болғам. Сол кезде осы жерге келіп уәде беріп кеткенбіз. Бұйырса ауылға арнап ән жазам, сөзін де әнін де өзім жазам деп. Сол енді бүгін бұйырып тұр екен, шырқау. Сол ауылға арнаған әнім шығарсам деп тұрмын. Ой, бәрекелді. Ендеше сені сахна төріне шақырайық. Олай болса қымбатты көрермен өзінің уәдесінде тұрып, араға бірнеше уақыт салып, сахнамыздың төрінде Нұрболат Алпамыс туған жер жайында ән салады. Ендеше қабыл алыңыздар. Туған жерім асылым, қайда жүрсем сағыныштан тасыдым. Аға жеңге туған туыс бәрі бар,
ауылдастар өздеріңді сағындым. Жеңіс жадымдағы жыр елім, тек өзіңде дүрсілдейді жүрегім. Желің ескен бал дәуренді сағынып, туған жерге қайта келдім білемін. Табиғатың тамсандырар көрікті, құнды тарих жаныңа от беріпті. Бала шағым қалған сенде баяғы, сағынышқа көңіл шіркін толыпты. Жеңіс жадымдағы жыр елім, тек өзіңде дүрсілдейді жүрегім. Желің ескен бал дәуренді сағынып, туған жерге қайта келдім білемін. Қандай кеңдігіне тәнтетті, самал желмен жүрегіме ән жетті. Қолын тайдай құйындатып жүгірген, балалықтың ізі сенде мәңгі өтті. Жеңіс жадымдағы жыр елім, тек өзіңде дүрсілдейді жүрегім. Желің ескен бал дәуренді сағынып, туған жерге қайта келдім білемін. Жеңіс жадымдағы жыр елім, тек өзіңде дүрсілдейді жүрегім. Желің ескен бал дәуренді сағынып, туған жерге қайта келдім білемін. Желің ескен бал дәуренді сағынып, туған жерге қайта келдім білемін. Ой, бәрекелді. Тамаша. Мінекей қымбатты көрермен, бүгін Жаңа толқынның сахнасында өзінің туған жері Жеңіс ауылы жайында керемет өзі әнін ұсынған Нұрболат алпамыз. Нұрболат, тамаша. Бірдемен тыңдап шықтық. Нағыз перзенттің туған жері деген махаббаты, ер азаматтың туған жері деген ықыласы көрініп тұр. Рахмет. Енді кез келген әннің туындауында үлкен бір заңдылық бар ғой. Бірінші әуен өмірге келді ме, немесе сөз бірінші туды ма? Бірінші сөз дүниеге келді ғой. Бірінші сөз жаздық. Жаңа айтып жатқан Серікбол ағама үлкен алғысымды білдірем. Осы эфирді пайдалана отырып. Ол кісінің маған шығармашылығыма деген тигізген өзінің көмегі, бір септігі орасан зор десем болады. Өзім Өскемен қаласында оқимын. Алыс жақта оқимын. Бірінші курста жүріп, жаңағындай ауылды сағынып, бір іште толқыныс болды. Сонан соң бір мақтанып, осы уақытқа дейін ауылымызға ән жазылмаған, арнайылап өлең де жазылмаған. Сонан соң осы бір ән жазсам, ән жазылмасам да бір өлең жазсам деген бір ойым болды. Сол кезде біріншісіне Жеңіс менің туған жерім, асылым, қайда жүрсем сағыныштан тасыдым. Туған аға жеңге, туған туыс бәрі бар, ауылдастар өздеріңді сағындым деп бірінші шумағын қайырдым. Сонан соң ән туа бастады. Бұған дейін біздің ауылға жаңағы ән арналмады, өлең арналмады деген дүние. Біздің ауылдың өзінің арнайы аты болмаған біраз уақытқа дейін. Жеңіс деген атаудың өзін біз ес білген кезде ғана алған екен. Біздің ауылда менің өзім ұстазым, ақын әрі сазгер қазір Алматыда Әлібек Тойлыбаев деген ағам бар. Сол кісі бір сол кезде ауылға атын алып беру үшін бір өзінің жазған өлеңі бар, аты жоқ ауылға, аты жоқ өлең деген. Сондан оқыған кезде мен тебірендім, сонда жазған жырында
сұраған жаннан ұялып қызарып, әйтсе де оны намыс деп ұғалық, жыр жазсам деймін шабытын берсе, аты жоқ ауылдың атын шығарып деп. Бірақ шумақпен қайырған ғой. Соны ана бірінші шумақты оқығаннан кейін осы дүниені өзіме бір міндет қылып алып, осы студияда да осы жерде жүргізушілерге уәде беріп, осында ән шығайын деп кеткен болатынмын. Тамаша. Демек, Жеңіс деген ауылды енді бүгіннен бастап бүкіл Қазақстан біледі деген сенімдеміз. Иә, бұйырса. Тамаша. Ал енді жалпы осы сазгерлік бағытты қолға алу, жалпы енді өзің білесің, сазгерлік енді қазіргі таңда капиталистік қоғамда нағыз табысты кәсіп негізі. Егер сәттен жаза алсаң. Ал енді жалпы өзіңнің бағытың қайсысы? Енді бұл осындай лирикалық баяу бағыттаған ма қалай екен өзіңе? Жаныңа жақыны қайсысы? Негізінде көбінесе сол лирикалық жағынан жазам. Ғашығыма деген өзім әнім бар. Әні мен сөзін өзім жазғам. Онан соң жаңағы айтып кеткен әкеме жазған әнім бар. Ол да осындай баяу темппен қайырмасына келген кезде бір өзіндік бір көтерілу, бір көтерілетін жерлері бар. Қайырмасында шарықтау шегі. Жаңағындай тойға қазіргі таңдаған жеңіл әндер болады. Сондай бір-екеуі бар. Бірақ оларды әлі андай шығарған жоқ. Жарыққа шыққан жоқ әлі. Өңделіп тұр. Бірақ ешкімге бергенім жоқ әлі айтуға. Былай негізінде кез келген айтады ғой қазақта балуанға оң солы бәрі деп жаза береміз. Түсінікті. Ал енді өзің білетіндей қазіргі енді заманына қарай жаңа заманның ақындары деп жатырмыз, жаңа заманның авторлары деп жатырмыз. Енді осы бір өзіңмен замандас, өзіңмен шығармашылық байланысқа жүрген жандар бар ма? Шығармашылық орта керек адамға. Иә, адамға ең бірінші сол даму үдерісі болу үшін өзіне бір шығармашылық орта керек. Шығармашылық жағынан өзіне жол сілтейтін аға буын болуы қажет. Ең бірінші кезекте мектеп кезімнен осы бізде Ордабасы ауданында Бөржар ауылында туған Әкім Ысқақ деген ағамыз бар. Бүкіл әлем біледі. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, бірінші шақырылым депутаты. Сол кісінің шәкіртімін бір жағынан, сол кісілермен мектеп кезде байланыста болдым. Сол кісілердің жол сілтеуінің арқасында Әлібек ағам бар, бағыт-бағдар берген арқасында Серік ағам бар. Өзім мектеп кезінде жетелеген Қоңырбай Бекжан атты ұстазым бар. Сол кісілердің бағыт-бағдар беруінің арқасында мен өзім дұрыс жолымды таба алдым да, шығармашылық жолда өсу болды. Қазіргі таңда Өскемен қаласындамыз, шығыстың ақындарымен бір қазанда қайнап жүрміз десек артық емес. Ол жерде де Аян Қалымбет деген ағамыз бар, ақын ағамыз, өзім досым бар, Әли Ермекұлы деген, екеуміз бір топта оқимыз, бір-бірімізге жаңағындай мен өлең жазсам, мен оған тыңдатам, ол жазса ол маған тыңдатады, сол арқылы бір-бірімізді сынап, онан соң Оразай Жеңісұлы деген ағамыз бар, Дүргенбай Қызырбек ағаларымыз бар, сол кісілермен республика көлемінде көрініп жүрген ағаларымыз, Естай ағаларымыз бар, Естай Амантайұлы. Сол кісілермен жаңағындай сол кісілердің ақыл кеңесін алып, сол кісілерден бағыт-бағдар алып, қазір Өскеменде сол кісілердің арқасында шыңдалып жүрдік. Демек шығармашылық орта бар ең бастысы. Орта бар. Түсінікті. Енді Нұрболат, жаңа енді өзіңнің де осы поэзияға, жалпы өлең жазуға деген оқиғаңды естіп отырып, енді біздің көрермендерге, әсіресе жас ата-аналарға үлкен құлақ қағыс болсыншы. Негізі демек сен өлең жазғанға дейін де көркем оқу, батырлар жыры секілді сайыстарға қатысып жүрдің ғой? Қатысып жүрдім. Демек осындай бір жыр дастандар жаттай, бұл енді өзіңнің де ақындық қабілетінің ашуына көмегін тигізді ғой? Иә, көмегін тигізді. Осы айтып өтейікші біздің көрермендерге. Иә, ол қазіргі таңда бізде былай қараған кезде аймақтық, аудандық жарыстар болып жатады ғой. Біздің жаңағындай бағдарламаға сәйкес, оқу бағдарламасына. Мысалы, әр ақынның туылған жылына байланысты, мысалы Мұқағали атамыздың мерейтойларына арнайы мүшәйралар болады, аудандық. Соған қатысу арқылы мысалы көркем сөзін оқып, ол кісілердің жаңағындай жазған дүниесінің ішіне кіріп кетіп, ана бала оқып соған қызығып, жаңағындай арнайы тіккен жүлделері бар. Облыстық байқауларға келеді, облысқа келеді болса, осы өзіміздің Түркістанның төрінде өнер көрсетеді, оның өзі бір бағыт. Одан Түркістаннан орын алып, Түркістанның абыройын қорғап, республикаға шет жаға шығып бара жатса, оның өзі мың бақыт мысалы. Ол ата-анасына да, өзіне де бір керемет бір жетістік деп ойлаймын. Ол ертең өзінің оқуында да, басқасында да өзінің көмегін тигізеді. Сол үшін балаларға айтатыным, қазіргі жастарға жаңағы жасанды интеллект деп айтып жатсыздар, жаңағы бағдарлама барысында. Сол ChatGPT, Gemini деген нәрсеге кіріп кетпей, кітап оқып, жаңа кітаптың ішіндегі дүниелерді талдап, сол дүниенің ішіне кіріп, жарыстарға қатысса екен деген бір өзімнің тілегімді білдіргім келеді. Сол жарыстар арқылы даму өсу болады. Жаңа ChatGPT, жасанды интеллект деген өзінің оңтайлы жағына ғана қолдану керек, бірақ оны шығармашылық жағына, не болмаса білім жағына оны асыра сілтеп пайдаланудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Демек, осындай бала күнінен мүшәйраға қатысқан бала өзі өлеңнің не екенін таниды ең бастысы. Тани біледі. Кейін өзі өлең құрап үйренеді. Солай.
Ал енді жасанды интеллект дейтін бір үлкен әңгімені бастадық. Бұл енді сенің заманыңның, сенің замандастарыңның үлкен бас ауруы да осы шығар. Өйткені жақында ғана бізге университет қабырғасына бір мұғалім келген болатын. Қазіргі студенттердің барлығы ол енді үлкен сеніммен айтты, 100% десем де қателеспеймейді. Үй тапсырмасын, берілген тапсырманы жасанды интеллектпен орындайды дейді. Ал бұл пікірмен қаншалықты келісесің? Бұл пікірмен келсем, енді бізде ондай дүние жоқ, біздің оқу ордамызда. Ондай дүние көп емес, бірақ арасында бар шығар. Бірақ бұл дүниені мен естуім бойынша жаңағындай ChatGPT-ге жасанды интеллектке салады. Ол жаңағындай тарих жағынан болмаса әдебиет жағынан бірдеме бір сұрақ сұрайсың ғой, сұрақты қоясың, соны талдап бер деп, болмаса осыған жауап берші деп, толыққан жауап бер деген сияқты дүниелерді айтасың. Бірақ ол жаңағындай тарихи мәліметтерді, әдеби мәліметтерді бізге өтірік жазып береді. Мұғалімдердің де 100% сол балалардың жасанды интеллектті қолданады деуі сонан деп ойлаймын. Өйткені ол кісілер оқыған, кітаптан оқыған кісілер, олар кәдімгі негізге түпнұсқасын оқып, негізбен оқып білген кісілер ғой. Ана кісілер жаңағындай студенттер, оқытушыларға жаңағындай өтірік дүниені айтып тұрса, бірден біліп қояды деп ойлаймын. Сол жаңағындай маман, келешек маман шықпайды деп ойлаймын, бұл жасанды интеллектке сүйенетін болса. Демек, жасанды интеллект ұсынатын ақпараттың барлығы шындық емес. Шындыққа жанаса бермейді. Түсінікті. Бәрекелді. Демек, біздің жас студенттерге үлкен құлақ қағыс деп ойлаймын. Құлақ қағыс, иә. Енді Нұрболат, жаңа енді өзіңнің керемет сазгерлік қырыңды байқап, әніңді шырқап жатсың, керемет. Енді келесі кезекте ақын келгенде бір өлең сұрайын енді. Жаңа лирика деп айтып жатсыз. Лирикадан оқып берейін. Жадырап қалам, жанарға сыймай, жан сұлулығың таңғылды. Өзгеше оттай жанымды қиынай, жете алмай жүрек шар құрды. Кеудеме қонар, өкпені жимай, өзгертпе қалқам қалпыңды. Махаббат сұлу, кектенбесең де, бұл да бір дәуір дөңгелек. Болады әуен шертем десең де, өшпейтін алау сөнбелеп. Сен ойлап өткен сол көшелерде, сол арума дер еркелеп. Дәуреннің өткен махаббатында ақтарып бізне табамыз. Жартылай жанған тағдыр отында жай ғана жалын боламыз. Қосылмай кеткен ғашықтардың да сезімі жұмбақ молаңыз. Төу шіркін-ай. Бұл неше жаста жазылған өлең, қай жыл жазылған өлең? Осы жыл жазылған өлең ғой, осы жақында. Әлі сиясы кетпеген. Демек, бұл жас ақындардың ең негізгі тақырыбы лирика, ғашықтық деп жатамыз. Демек, ең бастысы сұрақты өтесен қойшы, бұл өлеңнің кейіпкері бұл өлеңді естіді ма? Бұл өлеңнің кейіпкері естіген жоқ. Әлі ести қойған жоқ, құлағына жетпеді. Бірақ ойда бар. Ойда бар, бұйырса. Шынымен негізі осындай жас ақындармен тілдесу, жас шығармашылық жандармен тілдесу өте ерекше, интригаға толды негізі. Ал демек қазіргі өзіңнің жазып жүрген өлеңдерінің ең негізгі жаңағы музасы деп айтайық. Бір жан бар осында, иә? Бір жан бар. Осы жақын маңайда. Жақын маңайда. Көрші қалада. Ашып айта алмаймыз. Ашып айта алмаймыз. Керемет. Мінекей қымбатты көрермен, бүгін студиямызға осылай арнайы Түркістан облысында өмірге келген Нұрболат Алпамыс есімді біздің шығармашылық жас ақын, сазгер өзінің керемет осындай шығармашылық жетістіктерімен, жаңалықтармен бөліп жатыр. Енді 2026 жыл өзің білесің, жаңа бір жыл басталып жатыр, жаңа бір күнтізбе дейміз. Биылғы жылға жоспар қандай негізі? Биылғы жылға жоспар сол жаңағындай оқып бітірмеген шығармаларды оқып, өлеңді әрі қарай зерттеп, өлеңнің құрылымын бір қазір айтатын болсақ, мынау қазақ поэзиясына бұрынғыдай Мұқағали атамыз сияқты, Абай сияқты жазу қазір қалып бара жатыр десем болады. Ол кісілер жазды, Абай сияқты жазатын болсақ, біз Абай атамыздан артық жаза алмаймыз. Ол кісі сияқты біз ғұлама бола алмаймыз. Қадыр атамыз бар, мысалы, Қадыр атамыз өміршіл өлеңдері. Ол өміршіл өлең жазғанмен біз Қадыр атамыз сияқты ақыл айта алмаймыз. Өйткені біз әлі жаспыз, ол кісіге жету үшін сол кісінің дәрежесіне жету керек алдымен. Қазір жас ақындарға айтатын болсам, енді бір өзіндік бір стильді қалыптастыру, енді 2026 жылға жоспарым өзіндік стилімді қалыптастырып, жаңағындай айтады ғой, қазір поэзияда бір тұрған жарық шамның өзін бір ерекше бір әсерлеп суреттеп, соны сөйлет алсаң, сонда ол оқырманға өтеді да. Ал оны сөйлет алмай жай ғана ғашық болдым, тасып толдым, асып болдым деген сияқты дүниені, оның бәрін жазылып біткен. Ол нәрсені қозғаудың қажеті жоқ. Сол жаңағындай 2026 жылға ең басты сол мақсатым, жоспарым, сол жаңағындай шығармашылық дамытып, өзіндік стильді қалыптастыру, әндерімді бұйырса әншілерге ұсыну. Түсінікті. Ал енді әлеуметтік желі қазір өзің білесің, белең алып тұрған заман, қазір енді сол кімнің оқырманы көп, сол құрметті қазір, солар төрде отыр. Ал енді осы әлеуметтік желідегі оқырмандардың сені ақ екенін біле ма?
өзің өлеңдерді контент ретінде жариялайсың ба? Контент ретінде жариялағанда мен Telegram каналда өзімнің Нұрекеңнің қаламынан деген өзімнің арнайы каналым бар. Сол арнаға жариялап отырамын. Күнделікті жазған өлеңдерімді, ана ойда жүрген дүниемді, бүгін бір дүниені көріп қалдым ба, сол нәрсені жай ғана әңгімелеп жазып қойып, оқырмандарға ұсынып отырамын. Бір 50-60-тай ғана оқырманым бар, аса бір көп емес. Инстаграмда, ТикТокта? Инстаграмда бір 250-ге ма жуық қана оқырманым бар. Демек Инстаграмда белсенді емессің? Белсенді емеспін, ондайды қатты ұната бермеймін. Көбісі өзін жарнамалап, жарнамасын асырып, қатты бір алып баратқан дүниесі болмаса да өзін қатты жарнамалап жатады. Сол ғой. Жақсы затқа жаңағы айтады ғой, қазақ жарнаманың қажеті жоқ деп. Жайлап бола береміз. Демек, көрерменнің, оқырманның лайықты бағасын алу Инстаграмға маңызды емес, байланысты емес. Байланбаған, дұрыс айтасыз. Түсінікті. Ендеше Нұрболат, саған алғыс білдіреміз. Бүгін бағдарламамызға келіп осындай бір өзіңнің керемет жаңалықтармен бөлісіп жатқаның үшін. Енді бүгінгі сұхбатымыздың соңында бүгінгі күн сауалын өзіңе қойып өтейін. Бүгін енді күн сауалын арнайы көрерменге жолдап жатырмыз. Өзің білетіндей, енді қазір 21 ғасыр қуыс кеуде дәуірі дейтін болсақ, 21 ғасырда қазіргі тұрғындардың 21 ғасыр адамдарының деп айтайықшы, көңіл күйінің құбылмалылығы өте бір жылдам деп айтсақ болады. Мысалға бүгін шат-шадыман әлемге сыймай қуанып отырса, ал ертеңге өз-өзін төсектен тұрғызатын күш қуат таппай отырады. Сол секілді сол бір сәтте адамға көңіл күй керек. Көңіл күй көтеретін әдістер керек деген секілді, амалдар керек деген секілді. Ал өзің көңіл күйін көтеру үшін не істейсің? Көңіл күйді көтеру үшін, мысалы біз шет жақта жүреміз, болмаса бір ісім алға баспай қалса, жайлап ата-анама хабарласып, жағдайларыңыз қалай, дұрыссыздар ма деп, сол кісілердің айналайын балам, оқуыңды жақсылап оқы, өлеңіңді жаза бер, тоқтама, керек дүние болса айт, қаражаттан қысылма деген сияқты дүниелерін айтып өзінің қолдауын көрсетсе, сонымен менің көңіл күйім көтеріледі. Ағайын туыс, әкемнің бауырларын, сол кісілердің жағдайын сұрасып, сол кісілермен байланыста болсам, соның өзі маған жеткілікті. Тамаша. Демек, ата-ананың берген батасы, жақындарының қолдауы, көңіл күйдің көтерілуіне бір өзінің бір аса ең негізгі демеушісі. Тамаша. Ендеше Нұрболат, саған рахмет. Бүгін бағдарламамызға келіп осындай өзіңнің әуезді әніңді ұсындың, керемет өлеңді оқып жатсың. Алдағы уақытта шығған шығармашылық шабыт тілейміз. Биылғы жыл ойға алған жоспарлардың барлығы орындалсын. Ең бастысы тек қана биыл емес, жалпы қазақтың әдебиетінде, қазақтың мәдениетінде ерекше еңбегі сіңген үлкен бір азамат болып қалыптасуыңа тілекшіміз. Рахмет сіздерге де. Қымбатты көрермен, сіздермен бірге тікелей эфирде жаңа толқын бағдарламасы. Біздің енді келесі қозғайтын тақырыбымыз ерекше жылы, жүрекке жақын балаларға арналады. Өйткені шынайы әрі әр сөйлемі тазалықтың белгісі, бұл әрине кіршіксіз біздің балаларымыздың балдырған тілі. Шынымен де енді дұрыс айтасың, бүлдіршіндер дегеніміз ата-ананың көз қуанышы ғой. Осы тұста ата-аналарға қызықты деректерді ұсына өтейікші. Ғалымдардың айтуынша бала алғаш сөзді орта есеппен 10-12 айында айта бастайды екен, ал 3 жасқа дейінгі баланың миы ақпаратты ересектерге қарағанда 2 есе жылдам қабылдайды дейді. Сондай-ақ тағы бір қызық дерек, жалпы бала өз ойын еркін жеткізе алу үшін ата-ананың күніне кемі 20-30 минут баламен тікелей сөйлесуі өте маңызды. Енді бұл баланың сөздік қоры ғана емес, мінезінде қалыптастырады. Сонымен қатар психологтар баланың тілі ата-анасының сөйлеу мәнерін айна қатесіз қайталайтынын айтады. Сондықтан балаға айтылған әр сөз оның болашақтағы ойлау жүйесінің тікелей әсер ететіндігіне де ұмытпаңыздар. Сондай-ақ жалпы қазақ халқы ертеден-ақ баланың тіліне мән берген. Өйткені бала тілі бал деп бекер айтпаған. Себебі баланың айтқан сөзі тазалықтың, шынайылықтың айқын бейнесі. Ендеше қымбатты көрермен, сонымен қатар ата-аналар балалармен көбірек сөйлесейік, тыңдай білейік, себебі бүгінгі баланың тілі ертеңгі елдің үні деп бекер айтылмаған. Дәл қазіргі таңда ғалымдарымыздың, арнайы мамандардың дабыл қағып жатқанында сол, жалпы адамзат баласы өмірге келгенде, енді 13-те отау иесі деп қазақ бекер айтпаса керек, өйткені адам физиономиясы туылғаннан бастап 13 жасқа дейін баланың, енді бізге ғалымдан сипаттайтын сол ғой, баланың санасы миы ақпарақ секілді. Ақпараққа жазу жазамыз, өзімізді қолтаңбамызды қалдырамыз, демек тәрбие береміз. Бала сол қалыпта өсіп шығады. Дәл осы балаларды тәрбиелеуде, арнайы бір қалыптастыруда, немесе өзіміздің тәрбиемізді ұсынуда 13 жыл ғана уақытымыз бар екен. Дұрыс айтасың. Сонымен қатар енді тәрбие дегеніміз, біз барлығымыз тәрбиені әрине үйден, айналамыздан, сонымен қатар ата-анамыздан аламыз. Сондықтан да қымбатты ата-аналар міндетті түрде ең алдымен тек баламен ғана емес, өздеріңізбен де жұмыс жасауды ұмытпаңыздар деп ақыл кеңесімізді айтқымыз келеді. Ал дәл қазір сіздерге бала тілі бал айдарын ұсынайық, бірге тамашалайық.
Ана деген ана, жаманға қимаған, жүрген жүр балам. Ана деген кім сен үшін? Ана деген ол ең мейірімді адам, сені тәрбиелеп өсірген. Ана деген мен үшін әлем. Ана деген ең бізге өмірге әкелген адам, мейірімді адам. Сүйікті мамам, мейірімді адам. Мамам, біздің туған анамыз. Ана деген менің анам, мейірімді, қамқор адам. Анаңды қалай жақсы көресің? Қатты, шақтап, шексіз, қатты жақсы көремін. Шақтап жақсы көремін. Қатты жақсы көремін. Үйіңде сені қалай еркелетеді? Қалдошка. Ескентайым, Милошка, Микон. Қарадым еркелетіп. Бұта қарнымды. Төрешінде еркелетеді. Бізді жанымды. Қашантай. Жаным, еркетайым. Әкекошым үй жанымның солды. Үйіңде қаншадан болады сенің? Анам, әкем, әжем, ағам, мен сіңілім інім. 6 адам. Ағам, әпшем, тағы бір әпшем бар. Бұл 4 деген 6. 6 адам. Мамам, папам, өзім, інім, қарындасым, көпем. 10 адам. Інім бар, папам бар, мамам бар, мен бар, кішкентай інім бар. Ата, әжем, мен, сосын қарындасым 2, сосын папа мен мама. Иә, папа мен мама. Ағам бар сосын. 4 адам. 10. 10 адам тұра ма? Ата, әже, анам, әкешім, сіңгілім, Амина, Мариям, Айша, Адим. Қымбат көрермен, жаңа толқын бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Алдағы 2 күн демалысқа біз сіздерге сәттілік тілейміз. Демалыстарыңызды жақсы өткізіңіздер дегіміз келеді. Ал бізге берілген эфирлік уақыт осымен өз мәресіне жетті. Жаңа толқын бізбен бірге бір толқында болыңыздар.